Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай күшті, керемет, иә? Тамаша. Оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Қандай керемет десеңізші, иә? Күніне бір узордан үйреніп отыру деген. Тамаша. Мінекей, бұл узорменде де не нәрсе тоқса да болады. Көріңіздер, қандай керемет. Ал ендеше кеттік, осы узорды біз тоқып көрейік. Бұл негізі узор 8 қатардан тұрады. Және 2 көз бар болған осы. Ал кеттік ендеше. Бүгін осы узорды тоқып көрейік. Мен мына жерде 20 көз алдым. Және мына теріс жағынан барлық көздерді терісіне тоқып шықтым. Ал кеттік ендеше. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Узорымыздың бірінші қатары. Бірінші көзді іліп алдық. Сосын біз бұл қатарда барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Бұл узорды да өте оңай. Ешқандай да қиындығы жоқ. Мінекей, узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Узорымыздың енді екінші қатары. Екінші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың екінші қатарда аяқталды. Узорымыздың енді үшінші қатары. Мінекей. 2 теріс. Мінекей. Енді қараңыздар. Мынау екінші көзбен үшінші көздің екі ортасынан біз мынау ұзын жіпті біз тартып аламыз да, сөйтеміз да, мынау екі көзді біз қысқартып, оң қылып тоқимыз. Мінекей. 2 теріс. Тағы да айталап жіберейік. 2 мен 3-тің екі ортасынан біз ұзын көзді былайдан тартып алдық та, мынау екі оңды біз қысқартып жібереміз. Мінекей. 2 теріс. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Соңғы көз 2 теріс. Осымен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар. Төртінші қатарда біз барлық көздерді оңын оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың төртінші қатарда аяқталды. Узорымызға бір қарап қояйық.
узорымыздың енді 5-ші қатары. 5-ші қатарда біз барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей, осыменен узорымыздың 5-ші қатары аяқталды. Узорымыздың 6-ші қатары. 6-ші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың 6-ші қатарда аяқталды. Узорымыздың енді 7-ші қатары. Енді мінекей қараңыздар. Енді қазір мына узорлар кәдімгі шахмат есебінде келеді. Көрдіңіздер ғой, орындары ауысып. Енді мынау 2 мен 3-тің екі ортасынан біз тағы да бір ұзын жіпті тартып аламыз да, сөйтеміз да, мына 2 көзді қысқартып оңға тоқып жібереміз. 2 теріс. Тағы да айтылып жіберейік. 2 мен 3-тің екі көздің екі ортасынан мына ұзын жіпті тартып алдық та, мынау 2 оңды біз қысқартып жібердік. 2 теріс. Мінекей дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей көрдіңіздер ғой, шахмат сияқты орындары ауысып жатыр. Мінекей, узорымыздың 7-ші қатарда аяқталды. Узорымызға бір қарап жіберейік. Ендігі узорымыздың 8-ші қатары. 8-ші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың 8-ші қатары аяқталды. Ал енді узорымызды бір қарап жіберейік. Мінекей, жаңа айтқанымдай көрдіңіздер ғой, шахмат сияқты орындары ауысып жатыр. Енді қайттан 1-ші қатардан бастайсыздар. Енді бұл кезде міне оң бетінде оң, теріс бетінде теріс қып, осылай бастайсыздар. Сосын мына суреттер кетеді. Мінекей, мен қайталап уақыттарыңызды алмай қойын. Видеоны кері қарай айналдырсаңыздар, басынан бастап қайттан көріп, естеріңізге түсетін болады. Мінекей, бар оған осы. Ал енді үлкен тоқымамызды көрейік. Мінекей көрдіңіздер ғой, шахмат сияқты орындары ауысып, қандай керемет болып тұр, Міне. Тамаша. Міне, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Тамаша, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.
сау саламатта болыңыздар. Жақсы.